Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында творогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ешқандай қоспасыз екі ғана заттан дайындалатын творогты жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі сүт. Сүтімізді отымызға қойып, оның үстінен айранымызды құйып, араластырамыз. Осылай қайнай бастаған кезінде сары суы бөлініп бетіне шығады. Және осы сары суларымызды алып тастаймыз. Осы сүтіміз қайнағаннан соң, достар, отымыздың астын міндетті түрде жай қоюымыз қажет. Осылай барлық сары суларымызды алып тастаймыз. Осымен біздің творогымыз дайын. Енді бөлек ыдысымызға құйып аламыз және мына артық сары суларымызды алып тастауымыз қажет. Осымен біздің өте оңай екі ғана заттан дайындалатын творогымыз дайын, достар. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Дүкеннің творогынан әлде қайда пайдалы, ешқандай химиялық қоспасыз. Егер менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып келіп қойыңыздар. Осылай құмшекер сеуіп жей берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.